Ассаламуалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бұл видеода көретін заттарыңыздан қысқаша бір трейлер десем болады. Қарап, видеоның атмосферасына кіріп алыңдар. Апта адам келді близко. Ракета беріп отыр маған. Өлген жоқ. Өлтіріп тастадым. Өлтірдім! Ракета жоқ, бірақ рейд. Так. Важный заттарды аламын, сенің артыңа барам. Коптерді итеш, короче. Коптерді алда. Екеуін өлтіріп. Хорош! Тихо. Бірдеңе лақтырып отыр. Опа-на, пацаны! Ема, чё за вообще кәм жесткий заттар кетіп отыр, мен түсінбей жатырмын кәдімгідей, бар ғой. Алай, видеоны одан сайын қарағыларың келіп кеткен шығар. От души, 10 күн бойы видеомды күткендерің үшін. Оның да өзінің бір причинасы бар. Растан жалығып кету и шаршап кету. Осы екі причина. Видео түсіргім келмей кетті кішкене. Демалайын дедім, и еще бас ауырып, тымға желание болған жоқ. Міне енді новый желаниямен, енді новый контенттер шығаратын болам. От души рахмет тағы да лайктарыңызға и комментарияларыңызға. Енді кішкентай реклама, и потом видеоны бастай берсек болады. Давайте тез өткізіп жіберейік. Рекламаны сендерге Рошан сайтымен таныстырып өтейін. Білмейтіндер бар шығар мүмкін. Бұл сайтта сендер өздеріңнің инвентардағы керек емес заттарыңнан әдемі скиндер шығаруларыңызға болады. Міне, осындай адамдар ойнап отқандай. И бұл жерде әртүрлі краш системалар и әртүрлі ставка қоятын жерлер бар. Естеріңде болсын, бұларда әдемі бонус ойнайды. Осы бонус арқылы сендер өздеріңе әдемі заттарды 2-3 есе ала аласыңыздар. И еще менің промокодымды ұмытпаңдар. Көкеш промокоды сендерге бонус береді. Ссылка описаниеда. Серверге кірген бойдан сразу картаға қарап қаяққа тұратынымызды шешіп алдық. Менің бірінші көзіме түскен военный туннель жақ, қапталы, қыс и бер жағында су жаққа әдемісін тегіс жерге үй құрастыруға болады. Сахима антып лақтыртта тіп-тіке сол жаққа қарата кеттік. Жайме кішкентай кебіткімізді құрастырдық. Сразу военный туннельге қарата кеттік. Еще ол жақта ботлар қатып тұр. Так, тихо. Ема 3 зеленый карта берген ғой. Арқайын қолданыңшы деген о деймін. Тіп-тіке өтіп кетекші. Ема ар жақта сачелі рейд кетіп атыр үші. Сачелі рейдті қарастыруға болады негізінде. Ультрер мен барып ящиктерді элиткаларды да тесем мүмкін. Оружие шығып қалып қазір антирейдке кетіп қалармыз. Давай оружие бер, нормальныйсынан. Говно пока что говно. Ема 2 ящик сондағы. И еще мынау да говно ғой. Душка нашел. Жерде душка жатыр. Так, бізде шанс бар, как бы душкамен лут етіп кетуге бар ғой. Аналар, то есть антирейд етіп кетуге. Беретті нашел, прикинь, ботна. Қойшы. Онда 100% бізге аирдропқа бару керек. То есть антирейдке бару керек. 100%. Крена таптым. Так, 300 металл. Береттен өзіме алам. Так, на, сен азаттарды үйге апара берсең болады. 800 скрап шықты просто. Дәл монета менің керек. қасында жарып отыр. А? Үйіміздің қасында. Онда тпр. Қалаш естетер. Анзатыр бірге. Қай екен? Ана клан ойы ғой. Сыртында жүр, антират. Сыртында антират жүр, бізді көріп қалмасын. 2 адам, 2 фулсет. Не, плата алмайым, кетіп баратыр, блин. Екеуі де кетіп баратыр бұл. Алыстан бізге калаштармен атысуға невозможно. Артық кетіп қалса екен, енді ресурстар алатшар. Аналардың кетіп қалғанын күттік. Ато бізде аналармен атысуға ондай қатты шанс жоқ. Мүмкін үйінің ішінде азмас ресурс қалған шығар. Кетіп қалды бақыда аналар. Кетіп қалды? Маңақта ресурстар алдырған бірақ. Хила екінші рестаксында. Халява. Сен ба? Бірақ эмпиат бар екен. Сен затын бұл теспет бақыда. Алдым мен. Так.
Блин, иә. Неше забор. Бізге версак көтеріп алу керек. Акпетім. Кеттік құрсын, кеттік. Так, бізде зеленый карталар міне толып тұр. Так, бізге деген бар ғой, үйіміздің дәл қасында раттауын ұлтайсы толу керек болып тұр. Фьюз тауып алатын шығармыз деп ойлаймын сол жерлерден. Қасиет қолымызды қойып кетейік. Опа. Ей! Калаш есть. Ей, намал ма? Емайтынан қара. Хлоу дақ қойд. Калаш. Не понял. Откуда? Білмеймін, наяқтан шықты мынау дейтін. Калашқа патрон бар, как раз мына Как раз. Маразы. Өздерің білесіңдер, мен қай серверде көп ойнайтынымды, әрине ол Fury. Ол жақта мені 3-ші или 4-ші серверден таба аласыңдар. Сендерге магазинге промокод кіріп ойнай беріңдер. Үстіндегі ешіктерді құламай лутать етіп көрейік. Охо, сау олш. Таптым, фьюз, келе бер. Қазір синий карт алам и аэропортқа бару керек. Ема, скраптар деген бар оң. Жосқы жиналып атыр. 1000 ғой. Ема, үйде 800 бар. Изучение жүрі керек болып тұр. Бір-екі заход әртіларға жасадық. Бізде уже 2000-ның үстінде скраптар бар. Осы серверде менде ешқандай да изучение жоқ етін. Как раз Global Vibe-тен кейін кіріп отыр. Сондықтан да барлығын изучать етіп алу керек. Еще бізде күтіп тұрған аэропорт бар. Ол жақта еще үлкен крейт шықты. Әрине оған талас кетеді шығар деп, сол жаққа қарата барайық дедік. Так, мен уже 2 строчка изучения. Саған қарата барам. Қара, мына жақта МВК есікпен бір үй тапты ме? Астымызды қара. Так, тихо. Если мына үйдің адамдары онлайн болатын болса, аирдропты уже қосқан. То есть крейтті. Ана вышкілердің үстінде отқанда шар бұлар уже. Яри калашесына МВК есіктермен тұр. Мұнаны бақ жетіп соғат бізге бар ғой. Кәтті піліқтірім, сен затқа бара бер. Так, крейт білмейм ал. Если мұна онлайн болатын болса, мұнаның досы может крейт қосып атқан шығар. Жоқ, екеуі шықты еді. Екеу? Екеуінде көріп тұрған жоқпын, қайтадан кіріп кеттім үйлеріне бірдеңе болды. Қарай тұршы, мен крейт қосып қайтайын. Апасын. Мына екеуін өлтірсек бар ғой, нормально так оружие көтеріп аламыз. Крейт қосылмаған екен. Қостым өзім. Вышкың үстіне шығамда, аналарды бір қарайым қазір. Так, чекаю. Үйінің алдында ешкім жоқ, мыналар просто үйдің ішінде отыратын жігіттер ау деймін. Бұларға ракета сишкамен кіріп кету керек, сачельмен не вариант мыналарға бар ғой. Іші сірә МВК-наның. Так, крейт қосыла берсін. Красный карточканы ұлтат етіп қайтайын. Так. Бір скример отпаса олар ішінде. Қазір құсат, адам шошты. Все, красный карточка. О, сау олш. Как раз керек зат еді. Нормально. Бәрін ұлтат жеттім. Бәрін тығып атыр мен перерабочикке, чтобы скрапты көп алу үшін. Қазір көп изучение жүру керек бізге. Да, екеуі бірден шықты, еуіме крыса. Өлтіріп тастады ма? Бүкіл ресурсын берді. Келді. Қабылда тез. Мыналар че мені біліп тұр ма не? Мынаның досы қаяқта екен енді. Болды, екеуі де кетті. Тупа қабылдап тұрады. Кел ұлтать сол фулл сеттерді. Лучи тупа. Алар келу керек. Келет. 100% келет. Мен қазір вышкың үстіне шыға алайын деп отырмын. Мыналарда деген болтовка бар екен как раз. Ойбай, дәл астымызда. Мыналар кредит алғысы келіп жүр. Шық қазір шолк етіп жүрейін бала. Базар жоқ, мына заттан өтпей ма не? 3 кит, 4 кит бердім ана. Астында аналар уже. Нокнул.
Ана досым білақтырақ кетші. Иә. Әлі ішінде жүр ана досым. Мен есікті ашып жатқан. Сен ба? Мына дәл астымызда онда. Мына кәм аэропорттың ішінде карточка салатын жерде. Даже екеуі мініп отырған сияқты ма? Переворот көрсететін жерде. Атсаты бүрірмен. Понял? Даласында. Жосткац кетіп отырған. Двоих убил. Аналарда бәрі өліп қалды аналар деген. Мен үйге хом жасап апарттайым. Да, лутай істеп. Ё-моё, миллиондаған топсет. Просто миллиондаған топсет. АК-47. Все, мен хом кеттім. Мынандай топсеттер мен калаштар көтергеннен кейін сразу қашу керек. Аналардың үйлері жап-жақын, жетіп келуі мүмкін. Мына жерге Сахи өзі қалып қойды. Жаңа крейттің ішіндегі лутты лутатып алу үшін. Мен ойымша ол да әдемі жетіскен сияқты. Соңғы секундында үйге хом жасап кетті. Барлық затты мен. Тұрып кеттім. Қара чекай. Барлық лутпен қашып кеттің бе? Ай, хорош. Көрттім. Базар жоқ. Артына қуалық кеттің ба, ё-мо. Изучение жюри. Әдемі, просто әдемі, ё-моё. Все, базукаға жетпей қалды. Так, в общем, былай жасаймыз. Сен салкер кит алып жүр. Нормально так хата строить етсек, назаттардың бәрін перенос жасайық құрсын. Но слишком көп зат бізде, слишком. Бізге обязательно средний хата салу керек. Хоть сырты металл болса да, кішкене болса да ретету қиындау болады. Алысқа кетпек дедік, үйіміздің дәл қасындағы тіке жерге сала берейік. Как раз мана деревянный забор алып келдік. Сонымен үйді қаптап тастаймыз. Кеттік. Заттар тастай берейік. Одежда алып барады. Мини клановый хатамыз құрастырылды. Бұйырса үлкенін міне осы жерге құрастырып шығармыз ойлап отырмын. Пока что енді әлде де даму алайық. Әлде де ресурстар көп жинау керек бізге. Так, компонент рюкзак. Давайте, пока что сачель жасайын. Үйіміздің айналасында кішкентай кебеттілерді рейдет тастайық. Оның ішінде нормаль так ресурстар болу керек енді. Какра жасадым ба дедім о? 30 сачель. Есігін қараймыз. Есігі full. Барлық жерлері full. Мен өмше под дверем кеткеніміз дұрыс болар ау деп ойлап отырмын. Соломина? МВК? Бақайым тогда, ё-моё. Шығау. Манағында зверлер келіп қалмасын антирейдке. Идеально. Ойбай. МВК есік қой, прикинь. Неше МВК есік кетеді екен оған деген. То есть неше сачер кетеді. Так, 14 кететін болса, мынада деген 10 кетеді ғой стенкіге. Дұрыс салынбаған, онда мен стенкіге ұрам. Жетпейді бізге сачел, походу. Алып қайту керек. Так, на жақтан еще жарылмай қалды. Уйбай. Идеально. Тағы МВК есік. Ема. Менде в общем 12 бар. Мынау крупный сияқты бар, баланс салып до конца дәрежеш ету керек бізге деген аны. Найс, 12 сачел жетті. Так. Блин, тағы да простой есік. Золотный бір қазы кең жатыр. Ема, надо миллион сеттер пока что. Компонент. Шкаф бар ма? Жо, шкаф походу осының артында болу керек. Жо, ішіне кіріп лутать етіп алшы заттарды. Үйге апарып тастайық мынаның ішінде заттарды. Так, монеталар жиналып жатыр ал. Монета просто миллион монета жиналып жатыр. Бұйырса бұларға біз деген бар ғой да. Ракета алуларымызға болады. Артта адам. Келді близко. Ракета беріп жатыр маған. Өлген жоқпын. Өлтіріп тастадым. Қазына туре. Бір өзі.
Ема, как я не умер? Скоростной ракета ма кам? Простой ракетами өрт анау деген. 6 есік болса простой. Исачелмен. Шкафның ішінде 10.000 сера, 12.000 сера десем болады. Рейдтен кейін үйдегі ресурстарымды салып тастағаннан кейін үйде МВК-ға аптеп тастайын дедім. Үйде деген ресурс көп. Дәл қасымыздағы көршімізді рейдет бастады. Ал мен барам деген кешейін Сахи үшеуін өлтіріп тастады. Қолдарында сишкалар мен ракеталарын алып кетті. Бұл жерде Сахидің даусы жазылмай қалған. Красавчик. Жалпы шанс болса бар, қашып кет ал, қашып кет. Үміттармен қашып кет просто. Да, спасибо. Ой, красавчик, ё-моё. Алда зыт шикам, ракеталар. Зыт просто қашып кет на туре. Мен келе атырым. Мен. Тұрып кетіп қазір келіп тұрар. Красавчик. Второй бил. Красавчик. Жалпы шанс болса бар, қашып кет ал, қашып кет. Луттармен қашып кет просто. Қашыр. Көрдім сен. Бас, зыт. Ойбай, не болғанын көрдім жалпы. Сезіп тұрмын не болғанын. Айба. Ойбай. Нормально хатап тиісіп тапты. Кәнкі кереге де. 3-ші өрстагын алып кететін. Кәнкі таптым бомыждан. Шкафыны регистрат жасадым. 3-ші өрстагын алдым. Қаштық на туре. Аз-маз болса да керек заттар. Граник 5 оқпен антирейдке. Домой пришел на туре. Қайда салдың? Қатты емес дейсің бананы? 10 ракета, 10 сачел, сишка ема, тіл айналып атыр. Так, екінші верстакты алып тастағым келіп тұр да, бірақ оның ішінде не бар изучать ететін. Ана жақта зат бар екен не. Так, скоростной ракета. Так, давай скоростной ракета аз-маз қалып тұр. Ракетница екеуін изучать етіп олайын. На жаққа гаражка жап жақын екен, гаражкында изучать етіп олайын. Үшінші верстакты зыңқ етіп қой жүрек на жерге. Манаға аэропорттың қасында тұрған үй ол крупный үй болды. Бізге сишка мен ракета керек болды. Міне как раз. Осылардан сишка мен ракета алғаннан кейін бізде возможность бар оларды рейдет тастауға. Сразу қолымызға ракетаны алдық. Аэропорт жаққа қарата кеттік. Баратқанымызда бір металлический үй көріп қалдық. Если что, соңында бақчет тастаймыз деп. Постройкалар қойғанда, что за постройка мыналар? Не гнет, МВК-дан не гнет. Так, кенка алдым. Есік не гнет. Ема, серьезно? Дико, сиха мен. Ё-моё, бұған енді сиха жалко болып тұр, если честно бар ғой. Көп болмай қалса қиында болып қалайын деп тұр. Бұда бар ғой да, простой есіктер жалпы. Сол ракета и сачели или зат разный. Жақсы кеттік, ана бірінші үйімізді не істелайықшы, решать етелайықшы. Олардың МВК есіктері скинге ауысып кетті ғой. Жоқ, на рейчасан походу, қара. Біздің рейчсайт неге рейчсап кеткен ба? На жерде деген деревянный зат тұр. Яқта алдында Труптар жатыр. Блин, под дверем рейдет кеткен ба? Яқта тиген. Манадан да айналып жүрген үйімізді біреулер келіп бізден бұрын рейдет кеткен екен. Менің ойымша бұл үйде көптеген сиха, көптеген ресурс болған сияқты. Но ничего, бұйырмаған зат бұйырмайды. Енді жаңағы металлический үйді бақчет тастайық дедік. Үйден сишка, ракетамен. Тығам. Жоқ, неқ бар. Мына жақтында полка. Ема, мынауда заряженный бір деңе болып қалмаса болар енді. Мына жақ үстіне шығатын есік. Неқтен атшеш? Татыр, чөп-чөм. Тағы есік. Еще есік. Екі есік. Так, блин, как четыр. Говно ресурстар вижу просто. Компонент азмаз, ага. Много шкафа. Ема. Өкінішке орай болып тұр на үй деген. 9 сачел бар тек. 900 порох. Бізге тезірек каргаға бару керек. Мынандай да идея бар менде, қара.
астындағы рыбацкая деревня бар ғой, қыс жақтағы, дәл астымызда. Сол жаққа барып топовый лодка сатып алып, каргаға мініп кетсек, мен үйге қом жасаймын да, ыстар тастап келем, қайтып сантып лақтырамыз. Барлығы өзінің ойлағаныңдай болмайды екен. Сахидің қолына скрап беріп жібердім, лодка сатып алып ол каргаға қарата барды. Каргаға міне алмай, карганың артындағы тұратын жерге тұрып қалған, случайно баг ретінде. Ол просто тұрмай, чаттағы біреулермен сөйлесіп, біреудің координатасын айтып жіберіп, плюс мен 5000 порох алып алды. Ал мен пешком қайтадан рыбацкая деревняға барып, лодка сатып алып, каргаға қарата кеттім. Андай артына мініп алған ғой мынау деген. Қалай құлап кетшісің мынаның артына, мен түсінбедім. Қалай құлап кетшісің мынаның артынан нағапталдар да ғой, лесенсе. Енді бастым, міндім, білмеймін ары қарай. Жан жақтарда рыбацкая деревня тек қасымыздағы да. Мен алдынан онда үлкен лодка алып барайын онда. Дайте мою лодочку. 2 топовый лодка кетті дейсің ғой да, 600 скрап минус дейсің ғой кәдімгідей. Базар жоқ. Мен пришел. Тұрсын қараша. Андай секретный агенттер ұқсап тұр ғой артында. Тезірек, ё-майо. Так, на жақтардан крейттерді көріп тұрған жоқпын вообще. Қостың ба? Ай, красавчик. Все, найс. Сүйха. Так, мен бір жағынан үйді тексеріп қайтайын, бір жағынан луттардың барлығын апарып тастайын. Компонент нормально так жиналды. Базар жоқ. Ну, енді ондай қатты емес енді. Так, 2-4x бер жерде. Так, үйге орайық, мына жақта W24 жақтарда, мына жақтарда атыс болып отыр. Негізі военный төлін жақтарда үй болу керек. Берсе соларды қарастырып қайтамыз. Так, жаңа монетадан ауысқан сихалар. Опа, міне пулемет и сишка. Базары нет. Берсе қазір рейдету керек, мамалатып тұрып. Опа, 100% разорноймен рейдетатыр мыналар деген. Еще мынау деген білесің ба қай үй екен? Мана сенің қарап кеткен үйің ғой, рейдетіліп қалды деген. Соң тиісіп жатыр до конца аналар. Екеуі жүр. Тебе хорош, найс. Екеуі бірдеңе рейдет жүр мыналардың, баста жасамай ма? Мына қаздарын қаяқта тұрады сонда? Мына походу нычка деп ойлау. Понял, неге тиісіп отырғанын. Ар жағы МВК мынаның, прикинь. Мә, разорноймен давить еттіш. Біз рейдетсайық олардың орнына. Басайыр. Найс. Нычка мынау? Нычка мынау деген. Бомдарский. Шкаф! Ух, блин. Аламда кетем. Кетер. Неше үшінші верстак, ема. Қапысы көбін алып алайық. Балдар, мұнан тау іздеп жүр екен ғой манадан бері. Меніңше бұл үйдің адамдары рейд жасауға кеткен сияқты. Поэтому давайте тезірек бақытет тастайық. Ветер генератордың астынан бақытетем кетті. Как раз үйлерінде төрелі бар шығар, төрелдер өшіп қалады. Бақайым. Қара, бәр жерді қара, келіп қалмасын тек. Кетір. Мынау проход кіретін жер, а мынау ішіне кіреді. 2 спальник көріп тұрым, и МВК есік көріп тұрым. Сындырдым мынаны, кірем ішіне қазір. Окей, ішінде жоқ. Верстак көріп тұрым. Ё-майо, чё-то мынау кам... Пустой үй сияқты ғой, ема. А бірақ костер жанып тұр 9000 ағашпен. What? Не как пустой емес мынау деген. 9000 ағаш костер жанып тұратын болса, вообще пустой емес. Ема, ар жағына түсіп кетті мынау. Кішкентай верстагының астындағы ешіктен 90 000 фрагмент металла плавленный. What? Адам. Хорош.
Лутовой? Пустой, пустой, пустой. Что-то непонятно. Так, менде деген жаңа ракета бар еді. Пока что үшеуін ала тұрайын. Енді мына есіктерді пробивать ету керек бізге. Шкафын табу керек бізге. Тағы лутовой. Кілең пустой бірақ. Нычка бар сияқты мына балада бар ғой. Потому что қара, Версагының астынан 90 000 фрагмент металл тауып алдым. Ойлап қарашы. Мынада нычка бар мен. 100% нычка бар. Мынандай ресурстар деген болу мүмкін емес енді. Мына үйдің ішінде шкаф жоқ даже, алло. Прикинь, Версагын көтеріп алдым. Подожди, Версактың астындағы ешік пустой болды. Версактың артында шкаф болған ғой онда. Мен соны сындырып тастап, мынандай зат алып алдым ғой онда. Енді түсінікті. Менің түсінім бойынша бұл үйде ресурстар болған. Но бірақ біз рейд жасардың алдында хозяиндары келіп ресурстардың барлығын алып көшіп кеткен сияқты. Бір 10 минутта жетіспей қалған сияқтымыз. Ал шкафында жатқан ресурстарды олар алуға орындар болмай қалған. Үйіндегі барлық стейблды тексердік, но ешқандай да нычка таба алған жоқпыз. Сонымен осы үйдің полностью рейді бітті. Зато металл көтеріп алдық. Қайда? Анау жаңағы ғой. Бізді слишком нағылады. Так, фьюри кит алайық. Идеально. Бәріне сиха крафтет тастай, неде болсам. 23 сиха шықты. Прикинь, город NPC-дің дәл қасынан бір үй тұр. Еще ішінде деген бірдеңе жанып тұр. Костер жанып жатыр үйінің ішінде. МВК есіктер онлайн, үйінің дәл алдында на жерде киянка жатырды еще. Кеттік давай, на рейд жасайық. Қапталдары слишком ұзында, вообще непонятно. Орта жағында бірдеңе жанып тұр. Мына жағы 4 бұрышты. Міне, мына жағы 4 бұрышты. 62-55 стейбл. Мына қапталдары че? Мен осы қапталдарын түсінбей тұрмын. Или просто буфер ма екен мынау? Көптеп. 2 адам. Еще мынаның дәл қасында үй тұр, мынаны қара. Мыналар бізді қарап жүр, прикинь, біздің ракетницамызды көріп. Қашан рейд жасайтынымызды қарап жүр. Пока что сейф зонаға қашам, мен сейф зонаға қашам. Мыналар да сейф зонаға кіріп жатыр. Просто мен рисковать еткім келіп тұрған жоқ та. Давайте подумаем кішкене. Мына үй деген, мына қасында кибиткісі бар, и мынау кішкене ұзындау. Қонып отыр, прикинь, мен жаққа. Қонып отыр? Қонып. Жар жүрт коптырын. Тұра тұр, шу жерді мен каназаттарды апарып тастайын. Ұлтышсат, тіпі қалды. Рейд жасауды мыналар. Менде идея бар. Мыналардың бәрін, сиха-миха бәрін лақтырып кету керек. Ракетами антирейд жасаймыз. Анан біреу көріп қалмаса олар енді. Білмеймін қалай өлтіреді. Сыртында жүр, дәл алдынан чат. Хорош. Второй, мен аналар жанағылар. Город атсады ғой, мен городтан қашпаппын ғой. Менің 46 секунд затым бар. Мен 13 секундым бар. Ана үшін былай ешаққа қаша алмайды. Анан коптерді жоқ, досы ТП-ға олдаймайды, рейдблок. Мен үшін поселкені шығып өз лутын ұлтайтып көрем. Ұлтайтып солдым. Все, мен қазір көрем ананы. Өлтіріп көрем. Қаз ана үйдің ішінде отыр. Өлтіріп тат оны. Басқа адам келіп өлтіріп тат. Рейдерді. Нағым шыққан. Онлайн. Ана үйдің үстіне шығып алған мал. Прикиньте, бір
моментте де бір моментте екі адам бұл үйді рейдеткісі келген ғой. Екі кланда, в общем. То есть екі дуо, ё-май, не айтып отырмын. Біз рейдет алмай қалдық, аналар рейдет бастап жүреді, уже антирейдерлер толып келді. Біз өліп қалдық. Еще бізде деген городта қазір КД. Ема, рейд жағынан вообще жолымыз болмай жатыр. Мына үйге рейд жасайық десек, бізбен қабаттасып біреулер рейд жасап басады. Но бірақ оларды антирейдерлер келіп өлтіріп тастады. Біз бір-екі рет келіп қайтадан атысып көрейік дедік. Но бірақ бізді жан-жақтан өлтіре берді. Городтағы жаңа тастаған сишкамыз бен ракетамыз алды да үйге кетіп қалдық. Бірақ бұл үйге обязательно келеміз и рейд етіп кетеміз. Тихо. Коптер рейд келді біздің үйге. Хом. Быстрей. Тихо. Мынау дәл біздің крышада, в общем. Бізге далаға шығу керек. Жоқ, крышада емес, екеуі де астында. Мені көріп қалды. Граник алып шықшы. Мамалатып тастайық. Граник алып. Қазір түсеміз бірге. Дайынсың ба? Наңсы дейін. Дробаш қой. Ане астында жүр ана. Ойбай. Убил одного. Все, братишки. Мынада деген не? Дробаш тұр ғой. Өзінше атық қоям да алыстан тағарс еткен ғой. Бұл адамдар біздің үйде рейд еткісі келген жоқ, просто қарақ беткісі келген сияқты. Но бірақ мен паниковать етіп, рейд етеді деп ойладым. Но бұл адам қайтадан келеді. Бұларды күтіп отырмай, мана Сахидің тауып қойған космодромда жақта бір үй болды. Средний үй. Бізді бақытып тастауымызға қолымыздан келеді. Қолымызға сишка, ракет алдық та сол жаққа қарата кеттік. Мынау дейтін алдайғым, мұнақта әр жақта дәл осында өтіп келеді. Типа лутой, мұнақта. Осының біреуінде шкаф тұрады, осылардың біреуінде. И печка қояды мынандай жерлерге, понял? Сырттары вообще буфеттілер, да? Понял, принял. Айырамыз онда. О, металл. Ей! Ема, әлі біреу бар екен ғой. Мен жаяу баратын, в общем, 1, 2, 3 квадрат и сенде болам. Бірақ мен мінетінде де лестницам жоқ қойған, ё-майо. Запись. Да. Запись. Көп қуанбаймыз, все нормально, все окей. Everybody, let's go. Нормально. Симба келген? Жоқ. Ема, өлмештік. Ай, красавчик. Екіншісі бар. Ай, красавчик. Екіншісі бар. Менде идея бар. Ішінде ма екеуі де? Ішінде, Ана кит алмайдым, лестницасы ананы. В общем, кит броня алам, фул броня. И боец алым керек. И патроны. Патроны алдым, бәрін алдым, бәрі дайын тұр. Ана сонда ішінде отыр да, просто да? Ішінде отырады, ана басқа амал жоқ. Жарып атырым, қай жерде екен білмеймін ал. Попал. Топ жетіп жүр анау бір жерлерде. Өлтірдім! Ракета жоқ бірақ. Рейдблок. 4 минут рейдблокмен бірдеңе сындырып тастағанмын. Қайдасың сен? Лестница. Айбай! Екеуі келді мыналар. Міне қана. Күтіп ала қоямға деп едім жаңа. Күтіп ала алмадым ғой. Сен өлдің бе? Тихо. Екеуі өлді. Хорош! Так. Важный заттарды алам, сенің артыңа барам. Коптерді битчеш, короче. Коптерді алда, үйге дамай бас коптермен. Важный бүкіл сераны атпыд, ракета бүкілін атпыд. Лестница тастап кет сол жерге. Неше сера болды? 10 000 сера ма тек манағы неплавленный? Или строка болды ма? Шкафты қары. 60-90 000 серадай болды ғой. Шкапы қаяқта, ойбай, шкапы қаяқта.
Нәйес! Тихо. Ешкім теспей ақ қой. Әумин. Ема! Просто миллиард лут! Просто миллиард! Алло! Ема! Адреналин натур жүрек деген кәм 200 рет соғып жатыр 2 секундтың ішінде. Эмоцияға просто сөз жоқ енді. Өзім монтировать етіп мынаяқта өзім жыртылып күліп отырмын. Ол кезде менің аузымнан не шыққанын өзім білген жоқпын енді. Самый главный боғысы шықпағанына шүкір. Самый главный луттардың барлығын үйге апарып тастадым. Қайтадан келдік. Сахи екеуміз. Манаған теретке келген адамдар үйдегі остаток луттарды алып кеткісі келген екен. Но біз шамалға бере қоймаймыз. Еще барып аналарды унизить етіп өлтіріп, еще компоненттерді алып кетсек вообще дерзко болады қазір. Ей! Анау ма? Ей! Анау ма? түсіп кетіп өлтіртсам біреу. Ема, мен коптерім жарып алдым ғой, шошып кеттім ғой. Маған атқан шығар деп. Қайсы? Ооо, шеді. Адамдар келді. Просто красава натуре. Вот это мы творим, ё-моё, Сахи. Аналардың кәм көтендері күйіп атырған шығар кәдімгідей. Мне болды застрочить алдық. Тихо. Бірдеңе лақтырып отыр. Хоппала, пацаны! Мен кеттім пуликпен шығам түсіне. Ракета, қолыңа ракета ал, по-быстрому. Вижу. Айбай, ойнап айтам. Я. Бізді бірінші өлтіріп кыдыға салғысы келіп отыр. Бізде кровать жоқ, өлмеу керек көп. Вижу, дәл астымызда. Екеуі де дәл астымызда ма? Иә. Өлтірдім біреуді. Екіншісі қалды. ЛРК-мен. Анау рейдер, анау ЛРК-мен. Красавчик натур. Дәл солай. Үйреніңдер, жіктер, үйреніңдер. Мынау болмайды енді, Базар жоқ, біздің тек заборымыздан өттіңдер ма сондағы? Ема, чё за, вообще кәм жесткі заттар кетіп жатыр, мен түсінбей жатырмын кәдімгідей, бар ғой. Антирейд жасап тастадық, қолдарындағы ракета сешкілерін алып кеттік. Бұл адамдар бірақ қайтпаймыз дейді. Бір жарты сағаттан кейін қайтадан ракета сешкамен келіп рейд еткісі келді. Осы да коптермен. Еще гранегі бар. Коптер! Делай! Давай. Байчу. Ультра пацан. Хорош. Жат, мал, просто жат. Ема, аналар, походу, последний взрывчаткасымен келген сияқты аналар деген. 8 сиха, 20 сачель и 3 гранектің оғы. Малдар. Жагермен келген өздерінше. 2 рет подрядтан дәфтет сағаннан кейін іштері жанып шығып кеткен сияқты. Еще барлық взрывчатка салып келген сияқты үйіндегі. Сачелдермен келгеніне қарағанда. Үйде деген ресурс миллион. Енді манағы NPC городтың қасындағы үйді ұмытпаған шығарсыңдар. Әдемі таймен күттік. Үйіндегілер кетіп қалған кезде сешкамен сразу бақыт жатсайық дедік. Кеттік. Так, металл. Мынау енді лутовой болмауы да мүмкін енді. Угадать етпей қалуы да мүмкін. Мына жақ лутовой болуы да мүмкін. Көреміз енді, неде болса. Так, ничего не вижу. А жоқ, шкаф? What? Бәрі заттарын сындырам ка. Ты чё? Қаз екен натуре. Шкафын и кроватын сындырам. Үстінде ол, мека астына түсем. Ай, хорош, красавчик. Так. О, щеда. Хорош, красавчик. Пока ящиктер пустой. Ага, компоненттер бар, скоростной ракета там, ветрогенератор. Важно заттарды алды, рейскі заттарды. Ема, фул просто. Ящик калаш просто. Турель. Тағы калаштар. Топ сеттер. Все. Бәр затын қарап шыққан сияқтымын.
Енді ондай қатты кәм алып баратқан зат жоқ, бірақ бұл үйді ақыр рейд еттіге неде болса. Так, в общем, важный да МВК и компоненттерді алам. Все, кетті мен город NPC-ге қарата. Сен де келе бер, ұлыта жетіп. Менің ойымша әдемі тайминг ұстап алған сияқтымыз. Бұл үйдің адамдары далада жүрген кезде рейд еп тастадық. Даже үйлеріне келіп жетіспей қалды. Үйге барлық ресурстарды сейв етіп тастадық. Енді бізде деген үйде толып тұр. Сишкада и ресурста. Мен көп клановый бақыт етпеймін. Неге десеңдер, ол жақта лут табу өте қиын. Көбісі нычкаға салып кетеді. Осы да бір жолымыз болып қалады шығар деп үлкен клановый таптық та соны рейд етіп көрейік дедік. Поэтому видеоны көп созбайын, сразу рейдке көшіп кетейік. До свидания. Ал Сахи, жесткасынан. Жоқ, давай на үстіндегі окноларды жауып тастайық бәрін. Турелі бар сияқты да. Баса бер, көрейік. Санда. Все, міндім. Отстрелдер тихо. Ішіне кіреміз сихамен. Ана жақта кровайттар тұр. Сындыру керек кровайттарын. Бәрін сындырып отырмын. Ема, нен клановый үй, прикиньте, если рейдит жасақ мынаны. Менің ойымша просто самый лучший видео болатын сияқты мынау. Рейдит алмасақ енді өкінішке орай. Ал давай. Бірдеңе бер енді, бірдеңе бер. Ема, әлде что за есіктер мынаулар деген, а? МВК көріп тұрмын. МВК-дан тесеміз, міне. Давай. Печка жанып тұр ішінде. Жоқ, үстінде ол жана, үстінде жан. Аулет. Мана печка көрдің. Ема, мынаның еще чуть-чуть металлы чуть-чуть гнезетіп тұрма, или біздің сишкалардан ба зат мынау? Все. Сынды и арғары астына түсіпті. Әдемі. Дұрыс кетіп атырық, я, сол. Есіктер. А, жоқ. Ема, фундаментке дейін тесіп сап бұл. Что-то біз или МВК-ны тесеміз ракетамен. Го? Да, екі жаққа да драма жетеді. Түсіп көр, лестница бар ғой. Едім. Жоқ, күтетір заттарын қарай істебі. Қайсы? Яқта гараж күтір, неқта. Давай сиха жауыстырып жүрейін сол стенкке. Қайқа кететін гаражка? Қалай? Кодлок. Сол жаққа. Иә, сол жаққа кететін сияқты, иә. Ол дальныйда атты. Мен түсем ал. Лутой! А? Қарайын, лутой. Кел. Прикрывачич бар. Дәл түстік пе сонда? Окно қойып тастау керек, и все. Бар, таптым, ағаш таптым. На, окно қойып таста. Бізде мына жақта дейін көптеріміз бар ғой, давай важный заттарды алып кетейік. Сераларды сірә сыртта шығып тұр ғой. Мынау ішінде деген содержание болып қойған шығар, шкафында деген. Сен компоненттерді, мен ресурстарды алам онда. Мен онда лақтырарым, хила. Хорош, красавчик. Ауля. Менде граник бар. Қазын қылмашы. Ой, десене. Қазақпыз, сенші. Да. Жопа сен ба? Жопа, жо, көтен. Осы сөзден кейін сразу мен екенімді біліп қалды. Бұл еще менің подписчигім болып шықты. Как раз біз вайпымызды бітіріп, видеомызды да бітірейін деп жатқан кезде келіп тұр. Мына үйдің ресурсының біреуі де керек емес. А бұлар бұл серверде әлде де ойнаймыз дейді. Сондықтан да бұларға ресурстардың барлығын, мына үйдегі заттардың барлығын беріп тастайық дедік. Дәл осылай біздің видеомыз соңына келді. Барлықтарыңызға душа рахмет до конца қарағандарың үшін. Келесі видеода кездескенше.